Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 113-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Ғарышты бағындырушылармен танысатын боласыңдар. Бүгінгі сабақта сендер жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмін қолданатын боласыңдар. Алғаш рет адам баласы Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқаны сендерге мәлім болар. Бірінші есеп: алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректерге қара. Сұраққа жауап бер. Бізде Герман Титов жалпы Восток 2-мен ұшқан. Бізде Титов бір тәулік 1 сағат ұшқан, яғни 17 айналым жасаған. Ал Андриан Николаев Восток 3-пен 3 тәулік 22 сағатта ұшу ұзақтығы болған. Ол осы аралықта 64 айналым жасаған. Енді сендер әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығын қанша сағатқа артқанын білетін боласыңдар. Ол үшін біз табамыз. Яғни Юрий Гагарин бізде 1 сағат 48 минут уақыт өткізді, 1 айналым жасады. Ал Титов бізде 1 тәулік 1 сағат, 1 тәулікте 24 сағат бар, 24 сағатқа 1 сағат қосамыз 25 сағат. Яғни Титов бізде 25 сағат ғарышта болды деген сөз. Келесінде ал Николаев бізде 3 тәулігін 72 сағатқа тең, 72-ке 22 сағатты қосамыз 94 сағат болды. Демек, сендер қанша сағатқа артқан табу үшін 94-тен 25 азайтасыңдар, сонда 69 сағат болады. Әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы 69 сағатқа артқан. Міне осылай жауабын табамыз. Екінші есеп: көбейту қалай орындалғанына қара. 23-ті 4-ке көбейтеміз. Көбейтудің қалай орындалу керек барлығы менің осы YouTube каналымда бар. Сондықтан алдыңғы видеоларды қарасаңдар, есептемей көбейтудің тәсілін көрсеткен болатынмын. Сол видеоға қарасаңдар да болады. 23-ті 4-ке көбейтеміз, 4-ті 3-ке көбейтеміз, бірлікке бірлікті көбейтеміз. 12 2-сі жазылып 1 ойда сақталады. 4-ті 2-ке көбейтесіңдер 8, ойдағы 1-ді қосасыңдар 9, мәні 92 шығады. Келесінде үшінші есепте бөлуді жоғары разрядталған жүздіктерден, оңдықтардан бастайды. Бөлу қалай орындалғанын қара дейді. 92-ні 4-ке бөлеміз. Ол үшін біз 9-дан қайырамыз, себебі 9 санында 4 жеткілікті. 9 санында 4 бізде 2 рет бар, сондықтан біз 2-ден береміз, енді көбейту арқылы тексереміз. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, енді біз 9-дан қайырғандықтан 9-ның астына жазамыз 8, 9-дан 8 азайтамыз 1. 1 бізде 4 санына жетпегендіктен 2-ні түсіреміз. Сонда бізде 12 болды. 12 саны 4-тің көбейту кестесіне нешеге тең? 3-ке тең, демек 3-тен бересіңдер. 3-ті 4-ке көбейтесіңдер 12, 12-ден 12-ні азайтасыңдар 0 болады. Міне осылай баған түрінде бөлетін боласыңдар. 4-ші есеп: өрнекті баған түрінде есептеу нәтижесін тексер. Бірінші 36-ны 2-ке көбейтеміз. 2-ні 6-ға көбейтеміз 12, 2-сі жазылып 1 ойда, 2 жердегі 3-ім 6, ойдағымен 7, мәні 72. Келесінде енді дұрыстығын тексереміз. 72-ні 2-ге бөлеміз. 7-ден қайырамыз. 2 саны бізде 3 рет бар. 3-тен береміз. 3 жердегі 2-ім 6. 7-ден 6-ны азайтасыздар 1. Енді 1 2-ге жетпегендіктен
72-дегі 2 бірлікті түсіресіңдер, яғни 12 болады. 12 2-де 2 санда 12-де 12 санда 2 6 рет бар. Демек 6-дан бересіңдер. Немесе 12-ні 2-ге бөлген кезде 6 шығады. 6-ны 2-ге көбейтесіздер 12, 12-ден 12-ні азайтасыңдар 0. Міне осылай қалған есептердің барлығын осылай баған түрінде шығарып, көбейту болса бөлу арқылы тексересіңдер, ал бөлу болса көбейту арқылы дұрыстығын тексеретін боласыңдар. Өздерің осы есепті шығарыңдар. Шығарып болғаннан кейін менің шығарған есебіммен салыстырыңдар есептеріңді. 5-ші есеп теңдеулерді шеш. 96 бөлінген 4 қосылған x тең 257 деді. Енді белгілі амалды орындап аламыз. Ол үшін 96-ны 4-ге бөліп аласыңдар, 24 болады. 24 қосылған x тең 257 жай теңдеуге айналды. Енді үлкен сан теңдіктен кейін орналасқандықтан қосуға кері амал азайтуға орындалады. Демек 257-ден 24 азайтасыңдар, 233 қалады. 94-ті 4-ге бөлген кезде 24, 24-ге 233-ті қосқан кезде 257 шығады. Екі жағда 257 шыққандықтан бұл теңесті деген сөз. Келесінде y азайтылған 95 бөлінген 5 тең 800 деп тұр. Енді біз белгілі амалды орындап аламыз. 95-ті 5-ге бөлген кезде 19 болады. Енді 800 үлкен сан теңдіктен кейін орналасқандықтан бізге азайту амалы қосу болып орындалады. 800-ге 19 қосасыңдар, 819 шығады. Демек бізде жасырылған сан 819 деген сөз. 819-дан 95 пен 5-тің бөлінісінен азайтқан кезде бізде 800 шығады. Келесінде 84 бөлінген 6 көбейтілген v тең 140 дейді. Белгілі амал 84-ті 6-ға бөліп аласыңдар, 14 шығады. 14 көбейтілген v тең 140 деп жазып аласыңдар, жай теңдеуге айналдырып. Енді 140 үлкен сан теңдіктен кейін орналасқандықтан көбейтуге кері амал бөлу амалын орындайсыңдар. 140-ті 14-ге бөлесіңдер, 10 шығады. 84-ті 6-ға бөлсеңдер 14, 14-ті 10-ға көбейткен кезде 140. Екі жағда теңесті. Келесі 147-ні 7-ге бөлеміз, және де одан шыққан санды v-ға көбейтіп, мәні 210 шығу керек. Ол үшін 147-ні 7-ге бөліп аласыңдар, сонда 21 шығады. 21-ді v-ға көбейтеміз, және теңі 210 шығу керек. Үлкен сан теңдіктен кейін орналасқандықтан көбейтуге кері амал бөлу орындалады. 210-ды 21-ге бөлген кезде 10 шығады. 147-ні 7-ге бөлеміз 21, 21-ді 10-ға көбейтеміз 210. Екі жағда теңесті. 6-шы есеп ғарышкерлер есепті шығар, яғни шартты құрып шығаруымыз қажет. Ғарышкерлер ұшу сапарына әрі қайсында 32 түтікшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түтікше ет алды. Олар барлығы 200 түтікше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түтікше ет алған? Енді етті табу үшін бірінші сорпа бізде 32 түтікшеден 3 қорап. Барлығы бізде өнім 200 түтікше тамақ болып тұр ғой. Сондықтан 32-ні 3-ке көбейтіп аламыз, 96. Демек 96 түтікше сорпа бізде 96. Жалпы барлығы 200 ғой, 200-ден 96-ны азайтқан кезде 104 болады. Демек ұшу сапарына 104 түтікше ет алған деген сөз. Келесі 7-ші есеп. Егер боялған бір бөліктің өлшемі берілген болса, осы фигуралардың ауданы қанша болады дейді. Енді бізде бір бөлігі 2 сантиметр, енді біз 2-ні 3-ке көбейтеміз 6 сантиметр. Бірінші фигура бізде шаршы берілген.
Демек, шаршының бір қабырғасы 2 сантиметрге тең болса, біз бұның ұзындығын табуымыз қажет. Ол үшін бізде 3 текше берілген, 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6 болды. Демек, ұзындығы да, ені де 6 сантиметр деген сөз. Енді ауданын табу үшін 6-ны 6-ға көбейтеміз, 36 сантиметр квадрат болады. Келесі фигура бізде тіктөртбұрыш. Енді тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін аны в-ға көбейтеміз. Енді біз ені мен ұзындығын табуымыз қажет. Ұзындығында бізде 5 текше берілген. Демек, 3-ті 5-ке көбейтесіңдер 15 сантиметр. Ұзындығы 15 сантиметр. Ені 2 текшеден берілген, яғни 3-ті 2-ке көбейткен кезде 6. Енді ауданын табу үшін 15-ті 6-ға көбейтесіңдер 90 болады. Демек, екінші фигура 90 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Келесісінде тіктөртбұрыш берілген, ұзындығы 4 сантиметр, ені 2 сантиметр. Енді біз неше текше берілген табуымыз қажет. 2-ні 5-ке көбейтеміз, өйткені 5 бөліктен тұрады, 10 болады. Енді барлығының ені 4 сантиметр ғой, 10-ды 4-ке көбейтеміз, 40 болады. Демек, соңғы Б фигурасында 40 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.